нашар саналатын, мен едім айтыстағы жаман ақын. Хабармен Қазақстан қиған сөзі YouTube пен WhatsApp-тардан таралатын. Менен басқа барлық ақын классиктер 100 жылда бір-ақ рет жаралатын. Бүгінде шулататын жалғыз өзім, жүрсіннің айтыс деген қағанатын. Митингіге шығам деп қамалатын, соңында халық қорғап қалалатын. Көлік емес өзіме көңіл қымбат, ақынмын жоғалтпаған қанағатын. Өз басым бақыттымын жеткіз алсам, билікке қазағымның аманатын. Әгейгәгім, әгейгәгім ай. Жүрегім додаларда байтынысым, келгем жоқ райымнан қайту үшін. Интернетті өшірді деп жатыр жұрт, қатты-қатты сөйлейтін зайтып үшін. Мен бірақ дәл солай деп ойламаймын. Мұныммен таласады қайтуысым. Бізде қазір естуші үкімет бар, осылай толат дейді қайтырысым. Интернетті өшірген солар шығар, деместен шайырмысың, шайқымысың. Айтыстағы айтылған ақиқатты біз естімей қалдық деп айту үшін. Әгейгәгім, әгейгәгім ай. Бүгінгі жас ақынның епті бәрі шығып ап Ринатқа кек қылады. Нұрболмен айтысасың, Нұротанмен айтысып тұрған жоқсың дегені бір қытықтап кетті дағы. Нұротан соғысының ардагерем, ағаңыз солай қарай еп қылады. Мен өзім нұр дегенді естіп қалсам, ұстап ап нұрылдатқым кеп тұрады. Әгейгәгім, әгейгәгім.